Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Баланы жан-жақты дамуы, зейіні, қиялы, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру үшін саусақ ойындарының маңызы зор. Ал егер де осы саусақ жаттығуларын қысқа ырғақты тақпақтармен орындататын болсақ, тіпті тиімді болады. Ендеше сіздердің назарларыңызға осындай ойын жаттығуларды үй жағдайында ойнатуға болатындай етіп көрсеткім келіп отыр. Добым, домалап, тоқтамайсың домалап, үстел үстін бүлдірдің, тәрелкені сындырдың, тентек болып кеттің деп, тұрмын сені тектің деп. Сәбізді алып тазалаймын, үккішпен үгіп майдалаймын, қантпен сеуіп дәмдеймін, қаймақ құйып сәндеймін, міне дайын нәртағам, дәрумен де байтағам. Момаққанмын алайда, тікенім көп абайла, кіріп кетсе қолыңа, өкпелеме жарай ма? Аманда қаламда.